Достар, буыным жақсы болсын десең, аяқ қолым сырқырамай дұрыс жүрсін десең, осы таңертең ерте доброгенді ішу керек. Қазір мен ерте тұрдым, доброгенді дайындаймын. Ол үшін 150 грамм суға доброгеннен 2 қасық, 2 шай қасық салатын боламын. 1 қасық, 2 қасық. Осыны жақсылап араластырамын. Міне, доброген дайын. Түсі осындай қызыл болады, себебі ішінде свекла бар. Ол ұлы дәретті уақытында барып тұруға көмектеседі. Ал мына доброгеннің пайдасы, ол не суретте көріп тұрғандай буындарға жеткізіп береді. Ол сүйектердің бір-біріне қажалмауына көмектеседі. Міне, доброгенді түбіне дейін ішіп алдым. Түбінде қоюы қалады, соның барлығын шайқап ішіп қою керек. 40 минуттан кейін тамақ ішемін. Ол сіңіп, аш қарынға іштім. 40 минуттан кейін тамақ ішуім керек. Енді доброгеннің құрамында нелер бар? Бірінші коллаген бар. Сиыр етінің коллагені бар. Ол терілерді көтеруге көмектеседі. Мысалы, адам үлкейген сайын әжім түседі. Арықтаған кезде әжім түседі, ет салбырайды, тері салбырайды, соларды көтеруге көмектеседі. Инулин бар. Ол сахарный диабеттерге ішуге де болады деген сөз. Жаңа айттым, порошок, свекланың порошогы бар. Сосын ароматизатор, дәмін келтіретін вишняның дәмі бар. Осындай неше түрлі заттар бар. Сосын желатин бар. Осындай лимонный кислота бар. Енді доброгенді таңертең аш қарынға ішеміз. Сосын аш қарынға ішіп болғаннан кейін 40 минуттан кейін тамақ ішеміз. Өйстіп, доброгенді ішіп алсаңыз, аяқтарың ауырмайтын болады, аяқтарың сырқырамайтын болады, және аяқтарың жақсы қалде болады. Бұны 30 жастан бастап ішу керек барлық адам. Себебі адамның организміндегі жеткіз кетеді, сүйектер ауырып бастайды, сол үшін 30 жастан бастап ішу керек. Және сынған шыққан болса, онда 14 жастан бастап бала да ішуге болады. Үлкен адамдар үнемі ішіп отыру керек, ал жастар 3 ай, 3 пачкасын 3 ай қатарынан ішесіңіз, 3 пачкасын, содан кейін демаласыңыз. 6 айдай демаласыңыз. Содан кейін тағда 3 пачкасын қатар ішесіңіз. Тағы бір ескертетін жағдай. Ішіп жүрген бастағанда, ішіп жүрген кезде адамның ауыратын жерлері, аяқ қолы сырқырап ауыруы мүмкін. Оған қойып тастамаңдар, ойбай ауырып жатыр деп. Ол ауруға тиісті. Сондықтан іше беру керек, қоймай. Ауырса да іше беру керек. 1 айдан кейін, 2 айдан кейін ауырады кейде. Кейде тіпті ауырмауы да мүмкін. Оған қуанып іше беріңіздер. Бұл өте пайдалы нәрсе. Мен өзім 10 жылдан бері ішемін. Маған бұнда бір кісі айтып, осыны іш, сонда аяқтарың ауырғаны, ұйығаны етеді деп. Қазір міне біраз уақыттан бері ішіп жүрмін. Және менің айтқан адамдарының барлығы ішсе, аяқтар ауырмайды. Ішпегендердің аяқтары ақсап қалып жатыр. Оған жеткіз құйдырады, искусственный немесе темір салдырады. Олардың бәрі жақсы емес. Қалай болғанмен де мынау натуральный жолда бұл жақсы, өте пайдалы. Ал сәттілік тілеймін. Сұрақтарың болса, осы жерге қойыңдар. Бұл Фаверлик компаниясында, қайда екен айтудың бүкетіп мұны. Фаверлик деген компанияда артикулы 15729. Мынау бір пачкасы 1 айға жетеді. Осыны алып, ішіңдер қорықпаңдар. Сосын тұз шығарады. Мына желкелеріңді күжіреп тұрған тұз болса, қалай кетіп қалғанын білмей қаласың. Достар, сондықтан бұл дәрі емес. Бұл деген бады бірден емделіп кетем деп ойламаңдар. Бұл дәрі болмағаннан кейін тамақтың орнына жүргендіктен, тамақ болғандықтан жайлап
сың етті организмге. Ал ем болсын бәрлеріңізге. Достар, мен көп жылдан бері осы Доброгенді ішемін. Ішіп алып, жаттығу жасаймын, жүремін, теңіз жағасына барамын. Аллаға мың шүкірлік, аяқтарым әйтеуір осының арқасында жақсы. Бұл ем. Ал достар, біздер теңіз жағасына келдік. Теңізге барып амандасамыз. Ауа жұтамыз, йод жұтамыз. Аллаға мың шүкірлік, осындай керемет Каспий теңізінің жағасына тұрғанымызға. Осыдан 41 жыл бұрын осы Маңғыстауға күйеуге шығып келіп едім Ақтөбеден. Ойламаппын даже осындай болады екен деп. Енді қазір бүкіл шаруаны жасадық, үлкейдік. Енді жасымыз келген кезде осындай керемет жақсы мүмкіншілікті көріп жүрміз.